Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай өте керемет, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып дайындалатын американский пончиктер дайындайтын боламыз. Дүкендегі пончиктерімізден асып түспесе кем түспейтін пончиктер. Үй жағдайында жасаймыз. Ол үшін менімен бірге соңына дейін видеоны тамашалаңыздар. Осындай керемет пончикті қазір бірге дайындайтын боламыз. Ең алдымен осындай таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Сүтіміз қатты ыстық болмау керек, салқын болмау керек. Оның үстіне осылайынан ерітілген сары майымызды құямыз. Оның үстіне 2 дана осылай бүтіндей жұмыртқамызды салып аламыз. Оның үстінен 50 граммдай осылай қантымызды салып, үстіне дрожжымызды салып, жақсылап барлығын араластырып аламыз. Кішкене ванилин қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Мен осы жерде кішкене қостым, иісі әдемі болып шығу үшін. Оның үстінен осылай електен өткізілген ұнымызды жәймендеп отырып салып, жұмсақ қылып қамыр илейтін боламыз. Мінекей менің қамырым дайын, осындай жұп-жұмсақ, әп-әдемі, хош иісті қамыр дайын болып шықты менде. Осының бетін жауып, пищевая пленкамызбен жылы жерге қойып қоямыз. Сыртынан тағы да жауып қойсаңыздар болады, жылы жерде тұрсын. Кішкене 1 сағаттың көлемінде немесе жарты сағаттай қамырымыз ашығанша ұстаймыз. Мінекей менің қамырым дайын, көтеріліп шықты. Енді осыны кішкене илеп, 2 бөлікке бөліп алыңыздар. Жайғандарыңызға ыңғайлы болу үшін 1 бөлікпен де жая берсеңіздер болады, егер өзіңізге ыңғайлы болса болғаны. Мен осылай пилайдың көмегімен домалатып, форма жасап алдым пончиктеріме. Шетінен артылған осылай қамырларында қайтадан домалатып жайып жерсеңіздер болады. Одан да бірнеше пончиктер шығады. Ал мен осыны пончиктерінің ортасын осылайынан кішкентай крышканың көмегімен бөліп алдым домалатып. Бірнеше пончиктер шықты менде 2 зуаланың өзінен. Осылайынан дайын болған пончиктерімді кішкене 15 минуттай бетін жауып қойып қойдым, көтерілу үшін. Мінекей достар, дайын болған пончиктерді осылайынан алып, қызып тұрған майға салып қуырып аламыз. Мінекей менде осындай дайын пончиктер шықты. Майға салған кадрым түспей қалыпты, өкінішке орай. Егер менің рецептім сіздерге ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жазып, мені қолдап кетіңіздер достар. Сіздермен болған мен Айгерім, сау болыңыздар.